Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай функциясыз салатының жасалу әдісімен бөлісіп кетемін. Қазанымызға ең алдымен осылай сұйық майымызды құйып аламыз. Етімізді соломка қылып турап алып, қып-қызыл болғанға дейін жақсылап қуырып алатын боламыз. Осы кезде мен фунчузаның қайнаған суға жібітіп алдым. Жарты сағатқа қайнаған суға бұқтырып қойып қойдым. Сонымен басқа ыдысқа салып аламыз. Мына жақта етіміз қайнап жатыр. Қазір үстіне болгарский, қызыл болгарский, жасыл болгарский және де помидорды қосып майдалап турайтын боламыз. Өте дәмді салат болады. Достар, жасап көріңіздер. Жасалу жолы да өте оңай. Болгарскийларымызды осылай соломка қылып майдалап турап салатын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Помидорымызды да осылай соломка қылып турап аламыз, жіңішке қылып. Жасыл болгарскийімізді тура солай соломка қылып турап алатын боламыз. Енді қып-қызыл болып қуырылған етімізді үстіне салатын боламын. Үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Осылай араластырып аламын, жақсылап. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз және де соевый соус қосып жіберемін. Кішкене қызыл бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоса беріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де укроптың кепкені бар еді. Үйде сол кепкен укропты салып жібердім. Свежий болса, одан да өте дәмді болып шығатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Комментарийге өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.